Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі күнге болжам, бүгінгі күнде шаш қайдыруға өте жақсы күн, байлық алып келеді, сәттілік алып келеді деп көрсетеді. Ал жол жүруге тек оңтүстік жаққа қарай жүру оңай емес, қалған бағыттарға жүру жақсы. Бүгінгі күнде металл ян, земля ян белгісі ақша шығаратын күндеріңіз, слабый карта болса ақша келеді. Және бос қол күні бүгін бастаған істеріңіз қайтадан жасау керек болады, либо қайтадан ақша салу керек болады. Әйтеуір сондай энергия шығындалу болады. Бүгінгі күн ешқандай ашуланбаймыз. Қытай Новый годтарының бірі әлі 15 күнге дейін магия жасаймыз. Үйде керек емес затты құрту керек. Үйдің шаңын сүртіп шығамыз. Өзіңізге байлық, сәттілік тілеп бір жылға. Февраль айында туылғандар марттың 4-не дейін бүгін ем алсаңыздар жақсы, дәрі ішсеңіздер жақсы, әсерін етеді денсаулықтарыңызға. Және барыс жылы туылған, барыс күнінде туылған бадзи картаңызды білетін болсаңыздар, бүгін әдеміленесіздер, танысуға жақсы күн. Егерде маған любовь морковь керек жоқ дейтін болсаңыз, сауданың адамы болсаңыз, бүгін өзіңізді көрсетіңіз, заттарыңызды шығарыңыз, либо блогер болсаңыз, бүгін прямойға шығыңыздар, кешкілік. Жақсы сәттілік уақытта, именно кешкі сағат, мына жерде жазам, активация 2 сағат құс қонады, сол уақытта прямойға шықсаңыздар болады. Күн сәтті өтсін.